Сәлем достар, бүгін біз дәмді кекс дайындаймыз. Оған 4 жұмыртқа, ванилин, разрыхитель, сұйық май, қант, айран және ұн керек. Және оның ыдысы керек. Және бұның бәрін айналдыру үшін осындай керек. Ең алдымен 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Енді келесі бізде 4 қасық қант. Енді осы екеуін араластырамыз. Енді біз 1 стакан айранды құямыз. Енді 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Келесі бізде ұн, разрыхитель және ванилин. Араластырып болдық. Енді бұны формаға салу қажет. Енді бұны салу үшін біздің қасығымыз және формамыз қажет. Енді бұны 200 градус 20 минутқа пешке саламыз. Бізде кексіміз дайын. Енді оны әрлеуге дайындаймыз. Енді бізде ерітілген шоколад өз қалауларыңыз бойынша тәттілер. Біздің тәтті кекстарымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.